Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 10-шы сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. Яғни бүгінгі сабағымда 9-1 мен 9-2 есептердің шығару жолдарын көрсетемін. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. 9-1 есепте бізде тригонометриялық теңсіздіктер берілген, осы теңсіздіктерді шешу керек. Ал онда 9-1 есептің мен асын шығарып көрсетейін. Асында қараңдар, бізде синус x үлкен 0 деген теңдеу берілген, осы теңсіздік берілген, яғни осы теңсіздікті шешу керек. Ол үшін біз синус x 0-ден үлкен ба? Ол жағдайда біз не істейміз? Синус пен косинус тригонометриялық теңсіздіктер шешкен кезде біз центрі координаталар бас нүктесіне өтетін радиусы 1-ге тең шеңберді қарастырамыз. Яғни бұл шеңбер бізде тригонометриялық шеңбер деп айтылатын еді. -1, мына жағы -1 міне. Осындай шеңберді қарастырамыз. Қараңдар, бізде мына OY көсі, мына OX өсе, мына OY көсі бізде. Яғни мен бұл шеңберді, бұл теңсіздікті бірлік шеңбер арқылы шығарамын. Яғни қараңдар, бұл жерде біз радиусы, центрі координаталар бас нүктесінде орналасқан радиусы 1-ге тең шеңберді сызып аламыз. Сол шеңберден қараңдар, мына жер бізде 1 болса, өзі мынау бізде OY көсі синусоида өсі, ал OX өсі косинусоида өсі болады. Бізде синус x функциясы берді ме, мына OY көсіне барамыз. Осы жерден бізде 0-ден үлкен болып тұр. Синусымыз 0 ма, міне 0 болып тұр. Осы 0-ден мына OY көсіне перпендикуляр түсіреміз. Содан қандай болып тұр? Мына 0-ден бізде синусымыз үлкен болып тұр ма? Үлкен болса біз жоғарғы жағын бояймыз. Кіші болса төменгі жағын бояймыз. Сонда бұл қараңдар, бұл боялған жер бізде қай жерден басталып жатыр? 0 градустан басталып жатыр, 180 градуста аяқталып жатыр. 0 градус па? 0 жазылмайды, 2πn дейміз. Синус пен косинустың ең кіші оң периоды 2π ғой, 2πn дейміз. 2πn 0 қосылған 2πnнен басталып жатыр. Мына жерде π қосылған 2πnде аяқталып жатыр міне. Сонда бізде x-ымыз үлкен бізде қатаң емес, қатаң теңсіздік, сол үшін үлкен болады. Қай жерден? 2πnнен үлкен міне. Ол кіші қай жерден? π қосылған 2πnнен болып тұр. n тиісті z деп жазамыз. Енді қараңдар, бұны жақшамен жазған кезде бізде мынау қатаң теңсіздік ба, жай жақша қойылады. Міне 2πnде басталады, π қосылған 2πnде аяқталады. n жақшаны жауамыз, n тиісті z үтір қойып, n тиісті z деп қоямыз. Сонда мына берілген аралығымыз мынау бізде синус x үлкен 0 теңсіздігінің мынау шешімі болады. Яғни жалпы шешімі. Ал енді әсін көрсетейін. Әсінде бізде косинус x кіші немесе тең 0 деген теңсіздік берілген. Осы теңсіздікті шешу керек. Бізде синус пен косинусты шығарған кезде біз жаңа тригонометриялық шеңберді қарастырғанымыз оңайлау болады. Сол тригонометриялық шеңбер арқылы шығаруды көрсетемін. Мен ол формуланы пайдалансақ та болады. Бізде міне радиусы 1-ге тең шеңберді қарастырамыз, иә? Жаңа айттым мен, OY көсі бізде, OY көсі синусоида өсі. Ал OX өсі косинусоида өсі. Косинусоида өсі. Сонда бізде қараңдар, косинусоида өсі, мынау бізде OX өсі косинусоида өсі. Бізде OX-тың бойынан 0-ді барамыз. 0 өсі бізде міне координаталар бас нүктесі 0. Осы 0-ден осы OX өсіне перпендикуляр түсіреміз. Ол бізде мына OY көсімен беттеседі. Осыдан косинус x-іміз қандай болып тұр? Кіші болса бізде мына сол жағын бояймыз, үлкен болса оң жағын бояймыз. Жаңа синуста үлкен болса жоғарысы, кіші болса төмен жағы боялады еді. Бұда үлкен болса оң жақ, кіші болса сол жағы боялады. Енді қараңдар, бұл қай жерде басталады? Мына 0 градус болса, мына 90 градус, мына 180 градус, мына 270 градус, мына 360 градус болады. Не қайтып? Сонда бұл 90 градус. 90 градус деген пи бөлінген 2-де басталып жатыр. 3π бөлінген 2, яғни 270 градуста аяқталып жатыр. Синус пен косинуста 2πnді қосып жібереміз қасына міне. 2πn деп. Енді осыны теңсіздікпен жазамыз. X қай жерде басталып жатыр? Бірінші.
пи бөлінген 2 плюс 2 пи н де басталып жатыр. Бұдан үлкен иксіміз, ол кіші 3π бөлінген 2 қосылған 2 пи н дейміз. N тиісті z. Қараңдар, бізде мынау қатаң емес теңсіздігі теңі бар, онда мынаған да теңі бар қоямыз. Енді қараңдар, бұны жақшамен жазған кезде теңі бар ма, тік жақша қойылады. Тік жақша пи бөлінген 2 плюс 2 пи н де басталып тұр, 3π бөлінген 2 қосылған 2 пи н де аяқталып тұр. Бұл жаққа да тік жақша. N тиісті z деп жазып қоямыз міне. Бұл бізде әсі. Ал енді 9-да 1-дің мен b-сында шығарып көрсете салайын. B-сында бізде тангенс x кіші 0-ден деген теңсіздік берілген, я? Оны біз тангенс x функциясының графигін салып аламыз. Ол үшін координаталар жазықтығын сызамыз. Міне бізде тангенс x бізде не болады еді? Пи бөлінген 2-ге тең емес. Пи бөлінген 2-де мәні жоқ еді. Сол үшін міне осыдан түзусіз бар. Минус пи бөлінген 2-де де мәні жоқ. Сосын мына жерде 2π 3π бөлінген 2-де де мәні жоқ. Минус пи-де мәні бар. Минус 3π бөлінген 2. Енді қараңдар, бізде ол 0 градустан өтеді. Яғни тангенс 0 градустан 0-ді береді. Тангенс 0 градустан 0 болады. Мына жерде есе пи бөлінген 4-те есе 1-ді беретін еді. Міне 1. Мына жер 1 болсын. Жер минус 1. Енді қараңдар, ал жаңағы пи бөлінген 3-те есе түбір асты 3-ті береді, түбір асты 3 1-ден үлкен. Я, міне бұлай не керек? Графигі бізде міне бұлай кетеді. Мына жерде де дәл солай орналасады график. Не керек? Тангенс x функциясының графигі бізде өспелі. Тангенс x өспелі функция болады. Енді қараңдар, бізде 0, я? 0 градус міне 0. 0-ден қандай болып тұр? Кіші болып тұр. Кіші болса міне сол жақ қарай. Сондашы әр осы жерде міне мына жақтар міне. Мына жерде мына жер шешім болады. Бірақ біз мына жерін ғана аламыз. Қай жерден басталып жатыр бұл? Минус пи бөлінген 2-де. Бізде минус пи бөлінген 2, мынау 3π бөлінген 2, минус пи бөлінген 2-ге тең болмайды ол тангенс. Сол үшін минус пи бөлінген 2 плюс пи н-де басталып жатыр. Үлкен дейміз. Себебі мына теңі болса да біз бұған жай қатаң теңсіз қоямыз. Себебі бұған тиіп қалмайды. Ешқашан бұған тең болмайды. Енді қараңдар, x-іміз ол кіші немесе тең 0 градус. 0 градусымыз 0 градус жазылмайды, пи-н. Енді қараңдар, бізде жаңа косинус пен синусқа 2 пи-нді қосып атқан едік қой. Бұл тангенс пен котангенске пи-нді қосамыз. Себебі тангенс пен котангенстің ең кіші периоды пи болып тұрады. Ал синус пен косинусқа 2 пи болады. Синус пен косинустың ең кіші оң периоды 2 пи болып тұр. Тангенс пен котангенс кесе ең кіші оң период пиға тең. Сол үшін пи-н қосылады бұда. Себебі әр пи сайде қайталанады бұл. Сонда міне 0 минус пи бөлінген 2 плюс пи-нен үлкен x-іміз кіші немесе тең пи-нен болады міне. 0 градусқа дейін. Енді біз бұны n тиісті z жазбаймыз. Енді бұны жақшамен жазған кезде мынау теңі жоқ. Сол үшін бұған жай жақша қойылады. Минус пи бөлінген 2 плюс пи-н де басталып жатыр. Ал пи-н де аяқталып жатыр. Тік жақша қоямыз. n тиісті z. Бұл бізде мына берілген теңсіздігіміздің шешімі. Енді мен котангенсті шығарып көрсетейін. Ал енді бізде қара, в-сында котангенс x үлкен не үлкен 0-ден деген теңсіздік берілген, осы теңсіздікті шеш дейді. Ол үшін қараңдар, бірінші біз котангенс x функциясының графигін салып аламыз. Котангенс x функциямыз бізде 0 градусқа пи бөлінген пи-де, 2 пи-де мәні жоқ, мәндер кестесін қарасыңдар. Ол бізде ода мәні жоқ, бізде оның графигін естейтін еді, пи бөлінген 2-де 0-ді береді, бұлай орналасатын еді. Графигі. Енді қараңдар, котангенс 0-ден үлкен. 0-ге барамыз. 0 градусқа. Я? 0-ге емес, котангенс қанша градуста 0-ге тең. Соған барамыз. Ол пи бөлі пи-де 0-ге тең. Осыдан қандай болып тұр? Бізде үлкен болса, бұл жерде жаңа біз синуста қараңдар. Синуста кіші болғаннан кейін сол жақ қарай боядық қой. Үлкен болса біз оң жаққа қарай боятын едік осыдан, я? Ал бұл жерде бізде керісінше үлкен болса сол жаққа, кіші болса оң жаққа қарай бояймыз. Сонда бізде міне пи бөлінген 2-ден не істеп жатыр?
оңға қарай, солға қарай бояймыз. Әр осы жерде не істейді бұл? Мәні осы жерде осы қайталанады. Сонда мына жер қараңдар, қай жерден басталып жатыр? 0 градустан басталып жатыр, пи бөлінген 2-де аяқталып жатыр. 0 градус пен пи бөлінген 2-де аяқталды. Бұған не қосылады? Пи-н қосылады. N тиісті Z. Мынаған да пи-н қосылады. Үлкен X кіші болады. Сонда қараңдар, міне 0 градустан басталып жатыр, пи бөлінген 2-де аяқталды. 0 градусқа пи-нді қосақ, пи-ннің өзі болады. Сонда пи-ннен үлкен X, ол кіші, пи бөлінген 2 қосылған пи-н болады. N тиісті Z. Енді бұны жақшамен жазған кезде пи-ннен басталып тұр, пи бөлінген 2 плюс пи-нде аяқталып тұр. N тиісті Z. Міне сонда мына шешім берілген теңсіздігіміздің шешімі болып тұр. Ал енді 9-да екінші есепке қарайық. 9-да екінші есепті мен бысын шығарып көрсетейін. Бізде қараңдар, әсінде 2 косинус x үлкен немесе минус түбірасты 3 дейді. Бұл теңсіздікті шешкен кезде мына 2-ні теңсіздіктің екінші жағына өткізіп аламыз. Сонда косинус x үлкен немесе минус түбірасты 3 бөлінген 2 болады. Осыдан ары қарай шығарамыз. Қазір мен синусты шығарып көрсетемін, дәл сол сияқты косинус x үлкен 0 минус түбірасты 3 бөлінген 2 теңсіздігіне шығаруға болады. Бізде мына 2-ден қалай құтылуды мен айтып өттім. Енді қараңдар, бізде синус x кіші минус түбірасты 3 бөлінген 2 теңсіздігі берілген, осы теңсіздікті шығару керек. Ол үшін жаңа мен айттым, тригонометриялық шеңберді қарастырамыз синус пен косинуста. Ол деген центрі 0-ге тең, радиусы 1-ге тең шеңбер еді, центрі 0-ге тең деппін. Центрі координаталар бас нүктесінде орналасқан, радиусы 1-ге тең шеңберді бізде тригонометриялық шеңбер деп айтады. Қараңдар, енді бұл жерден бізде синус мынау 1-де, мына жер, бізде минус түбірасты 3 дегеніміз, мысалы түбірасты 3-тен бізде жобалап алғанда 1,7 шығады. 12-ге бөлетін болсақ, бізде 0,85 болады жобалағанда. 0,85 алды минус па, бұл деген минус 0,85 деген сөз. Бізде синус деген синус x пен берілді ма теңсіздігіміз, ол мына y көсіне барамыз. OX мына OY көз. Осы жерден міне синусымыз минус 1 болған кезде синусоидан мына жер, ал бізде минус 0,85 ба, ол жобалап мына жерлер болады да, осы жерден не істейміз? Осы OY көсіне перпендикуляр түсіреміз. Перпендикуляр түсіреміз, осыдан қандай болып тұр синусымыз? Кіші болып тұр. Кіші болса төменгі жағын аламыз. Үлкен болса жоғарғы жағын алатын едік, Енді қараңдар, бұл қай жерден басталып жатыр? Айналып кеп, бізде мына жерден басталып жатыр, мына жерде аяқталып жатыр, Бізде синусымыз синус 60 градуста, 60 градуста, синус 60 градуста түбірасты 3 бөлінген 2-ні береді. Түбірасты 3 бөлінген 2. Сонда мына жер 60 градус болып тұр. Сонда мына жақта, қараңдар, өзі мына жерде 0 градустан басталады, мына жерге дейін 90, мына жерге дейін 180, 180-ге 60-ты қосамыз. 180-ге 60 қоссақ 240 градус, 240 градусты біз не деп аламыз? X десек 180 градусты, пи деп алатын болсақ, X тең 240 градус көбейтілген пи бөлінген 180 градус болады да, екеуі қысқарып кетті. Неге керек? 240 градусымыз 4 пи бөлінген 3-ті береді. Ал 4 пи бөлінген 3-те басталып жатыр, барады, қарадар, 90, 180, 270 градус, мына жағы 30 градус. Сонда мына 270 градус болса, 270-ге тағы 30-ды қосамыз, 300 градус болады. 300 градус болатын болса, мына жер қайтадан не керек? 5 пи бөлінген 3 болады. Сонда қарандар, 4 пи бөлінген 3-те басталып жатыр, 5 пи бөлінген 3-те аяқталып жатыр. Не керек? Бұған не қосамыз? Синус пен косинуста 2 пи-н қосамыз. Енді осыны теңсіздік түрде жазамыз. 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пи-нде басталып жатыр. X-ымыз бізде қатаң емес теңсіздік теңі бар, сол үшін тең қоямыз. X кіші немесе тең 5 пи бөлінген 3 плюс 2 пи-н болады. N тиісті Z жазып қоямыз. Енді бұны жақшамен жазған кезде мына теңі бар ма, тік жақша қоямыз. 4 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи-нде басталып тұр. 5 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи-нде аяқталып тұр. N тиісті Z болып тұр. Бұл бұсы. Жауабы бізде міне осы болып тұр. 9-да екінші есептің бұсы. Ал енді қараңдар, 9-да екінші есептің бізде А-сы, Ә-сы, Б, В бір-біріне ұқсайды. Соны олай өздерің шығара бересіңдер. Енді мен несіне келейін?
г-сын шығарып көрсетейін. Г-сында бізде синус 3х үлкен минус 2-ден 1 деген теңсіздік берілген. Бұл жерде де біз мен жаңа айтқанымдай не қолданамыз? Тригонометриялық шеңберді қолданамыз. Яғни тригонометриялық шеңбер дегеніміз радиусы 1-ге тең, центрі координаталар бас нүктесінде орналасқан. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бізде осы шеңберде қара минус 2-ден 1, мынау 1, мына жер 2-ден 1, мына 0, минус 2-ден 1, бізде минус 1 мен 0-дің ортасы. Міне осы неден? Осы нүктеден осы ой көсіне перпендикуляр түсіреміз. Осыдан қандай болып тұр? Синусымыз үлкен немесе тең үлкен болып тұр. Онда біз жоғарғы жағын бояймыз осы түзуден. Бұнымыз енді қараңдар қай жерден басталып жатыр? Минус 30 градустан басталып тұр, плюс неде аяқталып тұр. Қараңдар, минус 30 градус дегеніміз минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи нде басталып тұр. Не керек міне минус 30 градус, я? Мына жерге дейін барады 180, 180 30 қосамыз 210 градус. 210 градусымыз бізде қанша болады? 210 пи бөлінген 180 болса, қысқарады да 3-ке мынау 30-ға 7, мынау есе 6. Сонда 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пи нде аяқталып жатыр. Сонда 3х ортаға 3х жазамыз. Бәрі х-ымыз емес 3х-ымыз осы аралықта. Үлкен минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи нде басталып жатыр. Кіші 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пи нде аяқталып жатыр. N тиісті Z. Ал енді мына 3-тен құтылу үшін біз бәрін 3-ке бөлеміз. Мынаны да барлығын жеке-жеке бөлеміз. Минус пи бөлінген 6-ны 3-ке бөлсек, минус пи бөлінген 18 болады. Қосылған 2 пи нді 3-ке бөлсек, 2 пи н бөлінген 3 болады. Мынаны 3-ке бөлетін болсақ, 3 пен 3 қысқарып кетіп x қалады. Мынау есе 7 пи бөлінген 18 болады. Мынау есе 2 пи н бөлінген 18. 3 болады да, n тиісті z болады. Енді бұны жақшамен жазған кезде теңі жоқ, сол үшін жай жақша қоямыз. Минус пи бөлінген 18 плюс 2 пи н бөлінген 3. 7 пи бөлінген 18 плюс 2 пи н бөлінген 3 болып тұр да, n тиісті z болып тұр. Сонда осы жауап бізде мына берілген теңсіздігіміздің шешімі болып тұр. Қалған есептерді өздерің соған қарап шығарсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.